Ойлашы, сенің бала күнің. Түн, ауыл. Жұлдызды аспан. Көмірдің сытыры. Нағашы апаңның батырлар жайлы әңгімелері. Сол сәттер сенің өміріңді өзгертті. Өйткені, осы жерде сен халқыңның рухын сездің. Саған ересек өмірде темір қазық болып жол сілтейтін мінез қалыптастырдың. Біздің кім болатынымыз бала кезден басталды. Сол кезде естіген әңгімелер, көрген көріністер жүрегіміздің іргетасы. Ауыл жай ғана мекен емес. Ол біздің болмысымыздың тірі жүрегі. Сондықтан ауылмен байланыс үзілмейінше, яғни халқымыздың мәдени және рухани коды сақталғанша, біз тіріміз, біз мықтымыз. Міне, осының бәрі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ауылды дамытуға бағытталған реформаларының терең мәнін көрсетеді.